Ассалаумағалейкум жамағат, дей отыра видеомыз бастайық. Достар, каналымда видео көп шықпай кетті, күтіп қалған шығарсыздар деп ойлаймын. Егер солай болып жатса, кешірім сұраймын. Бүгін негізімен бір қызық тақырыпты қозғағым келеді, сұрақ-жауап деген. Қысқаша түсіндіре кетейін. Бұл менің каналымның тақырыбына сәйкес келмейді. Сонда да араларыңызда сұрақ қойғысы келетіндер бар шығар деп ойлаймын. Тағы уайымдамаңыздар, бір қызық оқиға қалдырдым. Соңына дейін көріңіздер. Тағы анықтамада группаның сілтемесін қалдырам. Соған кіріп сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Сұрақ-жауап деген запис ашып қоям. Бір немесе екі видео шығарған соң сұрақтарыңызға жауабымды берем. Ал енді сөзді көбейтпей оқиғамыз бастайық. Біз шағын 2 бөлмелі пәтерде тұратынбыз. Жарты жыл бұрын көшіп келген едік. Қабырғалар жұқа болатын. Сол себепті де көрші пәтердегі адамдардың дауыстары жақсы естілетін. Олардың отбасыларында 4 адам болатын. Анасы, әкесі, қызы және Бадәулет есімді ұлдары. Бұл пәтерге бірінші келген күннен бастап олардың дауыстарын еститінмін. Қарапайым отбасылық әңгімелер. Бадәулет шайды қой, Бадәулет кеш болды, ұйықта, тағы да басқа. Бірақ баласының жауабын естімейтінмін. Оған мән бермейтін едім. Бір күні жұмыстан келгенімде зарядкамның бұзылып қалғанын байқап, Бадәулеттің үйіне барып уақытша зарядка сұрай тұрайын деп барсам, оның есімі Бадәулет емес, Бағдат екен. Және де оның анасы да, қарындасы да жоқ болып шықты. Тағы байқағаным, біздің қабатта менен басқа Бадәулет есімді адам жоқ екен. Менің де есімім Бадәулет. Енді сол жағдайдан бастап мен өз пәтерімнен өзім қорқатын болып кеттім. Бұдан жаманы, қабырға артындағы дауыс әлі күнге сол Бадәулет есімді адаммен әңгімелескенін қояр емес.